Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, керемет болып шығатын баклажандарды бірге қуыратын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Каналымнан кез келген ерекше рецепттерді қазақ тілінде таба аласыздар. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз екі баклажанымызды алып, жуып, осылай тазалап аламыз және жіңішкелеу етіп, ұзындау етіп осылай турап шығатын боламыз. Дайын болған баклажандарымызды жылы суға тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді туралған баклажандарымызды осы суға 15-20 минуттай салып қоятын боламыз. Қалған баклажандарымызды да дәл осылай жуып, салып, бетіні осылай басып қойыңыздар. Енді біз ішіне салатын салмамызды дайындап аламыз. Мен осылай тартылған етті алып, оның үстінен бір жуамды осылай майдалау етіп турап шықтым. Және өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұз, қара бұрыш саласыздар. Және мен азғантай ащы бұрыш салып жібердім. Енді осылай барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластырып, дайындап қоятын боламыз. Мен баклажандарымды осылай суыны төгіп, осылай құрғатып алдым, яғни салфеткамен суларыны тартып алдым. Енді біз кляр дайындап аламыз. Бізге оған 2 жұмыртқа, қалауларыңыз бойынша тұз, сүт және 2 ас қасықта ұн қажет болады. Барлығыны біркелкі болғанша венчиктің немесе кәдімгі вилкамен, яғни шанышқымен жақсылап араластырып аламыз. Ұндарымыз ірткі болмай, біркелкі болуы қажет. Баклажандарымызды осылай ыдысымызға қойып аламыз. Оның үстінен фаршымызды жақсылап осылай жағып, жайып шығатын боламыз. Осылай жайып болған соң, баклажандарымызды осылай конверт сияқты орап шығамыз. Баклажандарымыз қаншалықты жіңішке туралса, сонша әдемі болып оралады және әдемі болып пісетін болады. Дайын болған баклажандарымызды мен осылай қызып тұрған сковородкаға майымды құйып алдым. Достар, сковородка қызыған соң, яғни май азғантай қызыған соң, газдың астына орташа отқа, яғни төменде отқа қоятын боламыз. Жаңағы клярға баклажандарымызды батырып, осылай қуыра бастаймыз. Сковородканың қақпағыны, яғни табамызды жауып, төменде отта осылай пісіреміз. Бір жағы қызарып шыққан соң, екінші жағыны да аударып, қақпағымызды жауып, тағы да төмен отта пісіретін боламыз. Қақпағыны жауып, төмен отта пісірсеңіздер, баклажандарымыздың араларындағы фаршта, баклажанда өте жұп-жұмсақ әдемі болып пісетін болады. Екі жағы да осылай қызарып болған соң, ыдысымызға мен осылай салфетка немесе осындай қағаз төсеп, салып алыңыздар, яғни майыны тартып отыратын болады. Міне біздің баклажандарымыз дайын болды достар. Өте дәмді, өте керемет болып шықты. Сіздерге ас болсын.